Сәлем балақайлар, сәлем достар. Сәлем сізге. Бүгін біз қаржы мектебінде өте қызықты, ал ең бастысы өте пайдалы ақпараттарға толы таңғажайып саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Ол жинақ. Жинақ дегенді қалай түсінесіңдер? Ол ақшаны жинау. Ақшаны жинау. Немесе бір затты жинау. Жиналған заттардың жиынтығы. Енді елестетіңдерші. Біз бәріміз тиіміз. Орманда жаңғақтарды тауып, үйлерімізге жүріп келдік. Не істейміз? Жейміз. Кәне. Ал жаңғақты жеп болғаннан кейін не қалады қолымызда? Жаңғақтың қабықтары. Біз оны не істейміз? Жинаймыз. Жинаймыз, дұрыс. Адамдар да жинақ жасайды. Бірақ адамдарға азық түліктерді жинап сақтағанша, ақшаны жинап, оны көбейткен дұрыс және тиімді, солай емес пе? Иә. Мінекей достар, бүгінгі сабақта дәл осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Маған мына сұраққа жауап беріңдер. Ақшаны не үшін жинаймыз? Сол жинақ арқылы армандап жүрген нәрсеңді ала аласың. Бақылы. Жинақ арқылы өзіңнің жеке ісіңді бастай аласың. Керемет, Мирас. Сен ақша жинап, соны әртүрлі затты сатып ала бересің. Ал. Біз жинақ жинап, әрі қымбат заттарды сатып ала аламыз. Немесе ақша жетпей қалғанда жаңағы жинақтан ақша алуға болады. Керемет, өте дұрыс айтасыңдар. Жалпы ақшаны жинау бұл қаржылық сауаттылықтың басты қағидаларының бірі. Ақша жинау оңай іс емес. Әсіресе еліктіріп әкететін қызыққа толы мына заманда үнемдеу өте қиын. Дәмді тағамдар, көңіл көтеретін орындар мен әртүрлі ойындар ақша жинауға мүмкіндік бермейді. Әйтсе де, экономистер балаларды кішкентайынан үнемдеуге, ақша жинауға үйрету керек деп есептейді. Оны әдетке айналдырса, есейгенде өз нәтижесін береді. Ең бастысы өзін қауіпсіздік жастығымен қамтамасыз ете алатын болады. Бірақ маңызды шарт бар. Ақшаны жастықтың астына басып жинауға болмайды. Бұл нағыз сараңдыққа және ашкөздікке апарар жол. Ақшаны белгілі мақсатпен жинаған дұрыс. Сол кезде ғана нәтижелі әрі пайдалы болады. Бір әйел үнемі мұңайып көңілсіз жүреді екен. Бір күні баласы анасының неге көңілсіз екенін сұрайды. Әй балапаным-ай, мен ел аралап, жер көруді армандап келемін. Бірақ біздің қаражатымыз саяхатқа шығуға мүмкіндік бермейді дейді. Оны жүзеге асыруға болады ғой. Ол үшін ақша жинау керек деді баласы. Анасы күрсініп, олай болмайды, біз үнемі ақшаға зәруміз. Тамаққа, дәрі-дәрмекке, киімге, жиһазға қаражат қажет. Саяхатқа шығуға қаражат алып қала алмаймын деді анасы. Сен қай елге барғың келеді деп сұрады ұлы. Венецияға. Ол аралдардың үстіне салынған таңғажайып сұлу қала, көше деген көк өзен, каналдардың жағалауында ежелден қалған керемет сарайлар бар. Ертесі күні баласы анасына жинақ сандықшасын сыйға тартты. Сол сәттен бастап отбасы мүшелері артық қалған ақша болса сандықшаға салуды әдетке айналдырды. Ақша жинауға туған туыстары мен таныстары да үлестерін қосты. Анасы осылайша саяхатқа ақша жиналады дегенге сенген жоқ. Бірнеше айдан кейін сандықша толып, оны ашқан кезде Венецияға сапарға шығуға жеткілікті қаражат жиналғанын көріп таң қалды. Көп ұзамай анасы армандаған қаласына саяхатқа аттанды. Содан бері жүзі нұрланып, мұңайғанды ұмытты. Ал сандықша тірнектеп ақша жинапты арманға қол жеткізуге болатынын еске салатын естелік болып қалды. Достар, экономистер жиналған ақша кейбір себептермен кірістеріңіз азайып қалған кезде қауіпсіздік жастығы ретінде сендерге көмекке келеді деп айтады. Тіпті жалақыдан айырылып қалсаңдар да жиналған ақшаға өмір сүруге болады. Балалар ақшаны сандықшаға салып жинаса болады. Кейбір мәліметтерге қарағанда, алғашқы сандықшалар ежелгі Қытайда пайда болған. Ол садақа жинайтын ағаш жәшік еді. Демек, достар, қаржылай сауаттылық бұл ақшаға қатысты жасаған әр қадамыңа деген жауапкершілік. Жинақ қалай қалыптасады? Ол біз ойлағандай оңай шаруа емес. Егер ақшаны дұрыс жинамасаңдар, онда ақшадан толықтай айырылуымыз мүмкін. Осы тақырыпқа тереңдетіп тұрып тоқталайықшы. Ол үшін не істейміз? Ойын ойнаймыз. Ал енді біздің интерактивті тақтаға назар аударыңдар. Мына жерде үйдің бөлшектері тұр. Үйіміз 5 қабаттан тұрады, яғни 5 қабат бөлек-бөлек. Мына жерде сауалдар. Ал әр қабатта 2 жауап бар. Оның біреуі дұрыс, біреуі қате. Сендердің мақсаттарың ең дұрысын таңдап,
қабат қабатпенен орындарына қойып, осы зәулім ғимаратты тұрғызу болып табылады. Бәрі түсінікті ғой. Ал бірінші қасыма кім келеді? Қыздың жолы жіңішке қыздардан бастайық. Келе ғой. Ақшаны қайда сақтаған дұрыс? Банкте. Бірінші қабат. Банкте ме, әлде үйде ме? Банкте. Банкте. Кәне бірінші қабатқа орналастырамыз. Бәрекелді. Бірінші қабат өз орнына тұрды. Екінші келе ғой. Жиналған ақшаны бір банктың есеп шотына салған дұрыс па? Әлде бірнеше шотқа салған дұрыс па? Жауаптары. Бір есеп шотта, екінші жауап бірнеше есеп шотқа салған жөн. Менің ойымша бірнеше есеп шотқа салған жөн. Тексеріп көрейік. Жауабың дұрыс болып шықты. Келесі. Мирас, келе ғой. Анда-санда ірі сома салып тұрған дұрыс па? Әлде аз мөлшерде, бірақ тұрақты түрде салған жақсы ма? Сендер де қатысыңдар, көмектесіңдер. Міне жауаптары. Аз, бірақ тұрақты түрде. Немесе ірі сома, анда-санда дейді. Аз, бірақ тұратын түрде. Тұрақты түрде, кәне көрейік. Ол жабалық. Өте дұрыс. Рахмет. Келесі кім? Бақыттылы, келе ғой. Сонымен, қалай жинаған дұрыс? Ай сайынғы шығыннан қалатын қалдықты ма, әлде тұрақты белгіленген сомманы ма? Жауап. Белгіленген сомманы, немесе қалған ақшаны? Мен белгіленген соманы. Құттаймыз ба? Иә. Тексеріп көрейік. Төртінші қабат. Орнына тұрды, керемет. Қол шапалақ. Айта қойшы, неге? Өйткені белгіленген соманы салсаң, сол белгіленген сома кейін өзіңе қажет болуы мүмкін. Неге белгіленген сома? Себебі біз оны алдын ала жоспарлап, бюджет құрған кезде жазып қойғанбыз. Дұрыс па? Иә. Оны алдыңғы сабақта оқыған едік. Естеріңе түсіріңдер соны. Рахмет көп-көп. Ал кел, Меруерт. Саған 5-ші сұрақ. Ақша жинау үшін бәрінен бас тартқан дұрыс па? Иә, немесе жоқ? Ойланыңдар. Жоқ. Көрейік. Бәрекелді. Қол шапалақ. Ал Меруерт, айта ғой, неге? Біз ақша жинағанда жаңағы жиналған соманың 4-тен 1 бөлігін ғана жинаққа құрамыз. Ал қалған сома ол бізде қалады. Сол себепті ақша жинағанда барлығынан бас тартқан дұрыс емес. Керемет. Қол шапалақ. Өте дұрыс. Балақайлар, бірінші ойынды біз бұл жұтпай орындап, өзіміздің армандаған үйімізді тік тұрғыздық. Қол шапалақ. Сонымен балалар, біз ақша жұмсауға бәріміз шеберміз. Солай емес пе? Иә. Ал оны табу және де жинақтау бәрінің қолынан келе бермейтін емес. Соны білесіңдер. Не істеу керек ол үшін? Менің ойымша, оны басқа шет мемлекеттердегідей химия немесе алгебра пәндері сияқты оқыту керек. Кейбір мемлекеттерде, шет мемлекеттерде қаржылық сауаттылықты пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізген. Ал сендер білесіңдер ме, мемлекетте қауіпсіздік жастығын қалыптастырады. Ол ұлттық қор деп аталады. Оның басты мақсаты мемлекеттің ақшасын өскелең ұрпаққа, яғни сендерге сақтау. Демек, балақайлар, жауапкершілік, тәртіп және жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты қағидалары. Ал біз бұны қаржы мектебінде сендерге үйретеміз және көрсетеміз. Достар, ең бастысы ақшаны дұрыс жинаған өте маңызды. Жалпы, ақшаны жинаумен қатар, оны ақылмен жинау керек. Сонда ғана қауіпсіздік жастығы қалыптасады. Дәл осы
қауіпсіздік жастығы бізге ертең қиын қыстау күндері көмекке келеді. 7 жастағы австралиялық Себастьян Кент $3000 жинап арманына жетіпті. Анасы Джулиананың айтуынша, ол пони сатып алу үшін сусын сатып, ақша жинаған екен. Себастьян бір бөтелке лимонадты 20 центке сатқан. Уақыт өте келе кішкентай саудагердің оқиғасы көпшілікке тарап, оның табысы өсе бастайды. Нәтижесінде Себастьян 2 жылда $3000 австралиялық доллар жинайды. Ата-анасы оған Том атты пони сатып алып беріпті. Қандай керемет, түсіндіңдер ғой барлығын, е? Ал біздің қаржы мектебі бағдарламасы балақайлар, сендерге ақшаға қатысты әр қадамдарыңды дұрыс жасауға көмектеседі. Ал балақайлар, сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін не істейміз? Ойын ойнаймыз. Дайынсыңдар ма? Иә. Ал бұл ойынды ойнау үшін бізге капитанды таңдау керек. Кім болады капитан? Ерасыл. Кел, капитан. Капитан, атыңа затың сай болу үшін мұна телпекті киіп ал. 3 баған тұр, біреуі бос, екеуінде біздің қаржылай сауаттылықтың дағдылары жазылған. Ал үшіншісінде суреттер. Әр дағдының қасына сәйкес суретті орналастырыңдар. Сендер көмектесесіңдер капитанға, жарай ма? Сонымен, алғашқы қаржылық қадамды қалай дұрыс жасау керек? Бірінші дағды, үнемі кірістің 10%-ын алып қалу керек. Қандай сурет? Таңдаңдар. 3-ші сурет. Керемет. Келесі дағды, үнемдеп үйрену. Менің ойымша 4-ші сурет. 4-ші? Иә. Солай ма екен? Иә. Кәне көрейік, тексерейік. Тамаша. Неге? Ол суретте супермаркеттағы арбалар тұр. Және оның үстінде сызылған крест тұр. Аха. Ол үнемдеп үйрену деген мағынаны білдіреді. Яғни артық сатып алуды жасамау деген сөз, е? Керемет. 3-ші дағдыға көшейік. Ақшаны үйде сақтамау, яғни тиімді салым жасау. Қандай сурет? Менің ойымша 1-ші сурет. Бірінші. Көрейік. Керемет, өте дұрыс. Неге? Банктың суреті тұр. Яғни ақшаны үйде емес, банкте сақтау керек деген сөз. Және де соңғы дағдыға мынау сурет сәйкес келу керек. Тексеріп көрейік, сонымен қаржылай мақсат қою. Неге мынау нысана? Өйткені бұл суретте Нысана ретінде белгіленген, дұрыс па? Мынау ортадағы бұл мақсат, соған садақпен атамыз. Дұрыс па? Иә. Көп-көп рахмет. Бүгінгі сабақтың тақырыбын біз қорытындыладық. Жалпы айтыңдаршы, бүгінгі сабақтан сендер не ұқтыңдар? Жаным? Жинақ дегеніміз ол ақшаның жиынтығы. немесе бір заттың жиынтығы болып есептеледі. Мирас. Жинақ деген ол ақшаны жинау. Жинақ дегеніміз ол өзіңе келген табысты немесе затты жинау. Және бір немесе бірнеше заттарды жинап, оны пайдалану. Естеріңе түсірейін, жинақ бұл қауіпсіз жастығы. Ертең қиын қыстау кезеңде сендердің жинақтарың өмір сүруге, отбасын асырауға көмектеседі, солай емес пе? Иә. Балалар, бүгін біз ақшаны жинау, яғни жинақ, және де ол қалай қалыптасады деген мәселеге тоқталдық. Ең бастысы, қалай болмасын ақшаны үнемі жинап тұру керек. Және де ақша жинауды әдетке айналдырыңдар. Сол кезде сендерде көп ақшаларың жиналады да, армандаған мақсаттарыңа еш қиналмастан жетесіңдер. Сонымен, экранның ар жағында отырған біздің кішкентай көрермендеріміз қаржы мектебі сендерге қаржылай сауатты болуға көмектеседі және де көптеген мағлұматтар сендерге береді. Естеріңде болсын, есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше, сау болыңдар!